Сәлем достар. Сәлем достар. Сәлем. Мен 2016 жылдың қаңтар айында өзіме жаңа чаллендж ойлап тапқанмын. Ол бойынша мен анда-санда видеоблог түсіріп тұрым керек болған. Алайда сол блогты бастаудың реті тіпті де келмеді. Бүгін міне сол орынды толтырып, сіздерге кампусты таныстырғым келеді. Сонымен біз Лос-Анджелес қаласындамыз, және Лос-Анджелес қаласында қаланың орталығына жақын жерде Оңтүстік Калифорния университеті деген университет бар. Мен қазір сол университетте магистратурада 3-ші семестрімді оқып жатырмын. Барлығы 4 семестр. Сонда мен жолдың тура жартысына келдім деген сөз. Егер кампусты менімен бірге тамашалауға дайын болсаңыздар, онда біз бастаймыз. Міне университетке де жеттік. Бұл University of Southern California, Оңтүстік Калифорния университеті. Бұнда сенбілдер. Қазір біз мен көбінесе кіретін, ең көп қолданатын қақпадан кіреміз. Себебі осы қақпаға менің ең жақын орналасқан. Жалпы универде осындай негізгі бір 6 қақпадай бар сияқты. Бұл қақпа міне 6-шы қақпа, Герман көшесі жағынан кіретін. Бұл қақпаның бір ең жақсы жері күні-түні ашық болады, 24 сағат. Қай кезде де университетке егерде барғым келген жағдайда кіре аламын. Және ең жақсысы, үйден шыққаннан кейін 3 минуттан кейін мына ғимаратқа кіру керек болады. Себебі мұнда менің көп сабақтарым өтеді. Бұл Капрелин холл деп аталынады. Мұнда мен оқитын экономика департаменті орналасқан. Экономика департаментінде экономикалық даму бойынша 2-ші курсты оқып жатырмын. Бұрындары сабақтарды алған кезде магистратураның негізгі сабақтарын, foundation сабақтарын және де бакалаврлардың сабақтарын кішкене 4-ші курстардың сабақтарын алуға тырысатын. Себебі Қазақстаннан кейін бірден жүйеге ену және де тақырыптарды қайтадан түсіну сәл-пәл қиындық тудыратын. Алайда 3-ші семестрға келген кезде қайтадан сол дүниелердің барлығын істеу, магистратураның сабақтарын оқу деген сияқты нәрселер мені кішкене шаршата бастады. Сондықтан мен PhD-лардың класын алуды шешкен болатынмын. Сөйтіп, қазір оны алғаннан бастап өмірім өмір болмай. Міне осы сияқты видеоларды бір айдан кейін қайтадан түсіріп жатырмын. Алайда өзімнің шешіміме өте ризамын. Себебі қанша қиналсан да, қаншама бір тақырыпты бір рет оқығаннан түсінбесең де, неше рет оны есепті шығарсан да, соңында бір жақсы өзіңе керекті нәрсені үйрене алатындығын қуантады. Міне осылай экономика департаментінен шығамыз. Дәл біздің оң жағымызда, бұл біздің университетіміздің студенттері, арнайы студенттерге және де мұғалімдерге арнап шығаратын газеті. Бұл газетіне апта сайын шығады, университетте болып жатқан жаңалықтар, оқиғалар және түрлі өзімізге керекті жарнамалар болса, оны осы жерден міне көре аламыз.
Мен оқитын университет ең алдымен өзінің спортсмендерімен және де өзінің спорттағы атақтарымен өте ерекшеленеді. Мысалға, егер айтады, егерде біздің университет бір мемлекет бола қалған жағдайда, онда бүкіл әлемдегі олимпиадада ондыққа кіретін еді. Сондықтан соған байланысты өте көп жағдайлар жасалған. Енді міне біз университеттегі спорттық комплекстарымызды көрдік. Енді сол жағымызға қарайтын болсақ, сол жағымызда жим орналасқан, яғни дене шынықтыру залы. Алайда дене шынықтыру залына кірудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Барлық жердегі сияқты сол бірдей. Маған мына баспалдақтар өте ерекше, себебі ең алғаш рет жүгіріп бастаған кезде марафонға дайындалып, біздің командамыз әрқашан осы баспалдақтардың үстінде кездесетінбіз. Сондықтан мен бұл баспалдақтарды жақсы көремін. Бұл міне біздің университеттің ата-анасы мен балалары. Көріп тұрғандарыңыз ол Dentistry School, яғни тіс дәрігерлердің мектебі. Ал оң жағындағымыз бұл біздің кинематография мектебі деп аталынады. Nice кәне бізге қарап отыр, көрмей тұрсың бәне. Сәлем, кейін қалай? Эй, сенің бақытты болғаныңды қалай? Әлеммен бірге бол, күнді сенде тойла. Арманыңа қарай шығар шабытыңды бойдан. Ойна, баладай, күлімде, мойма. Азақ уақыт қалды мерекеге сондықтан. Дереу дайындал бәріне үлге, сиқырға толы ғажайып күнде бірге. Бол бізбен бірге. Шықпай қалған болса, мен әрқашан өкінем. Себебі күн сондай мамыражай, бір жылы шуақты болып тұрады. Ал кампусқа келсең әрқашан музыка, көңілді сәттер. Соларды көріп, сонда дары қарай сабағыңды оқып, жалғастыра бергің келеді. Сондықтан маған Калифорнияның ауа райы өте ұнайды. Температура қазір бізде күн плюс 23-24 шамасында, ол ыстық та емес, суық та емес. Ал суық деген күндері ол бүгін сияқты. Сол күні міне қалың киініп алған түрім, ол міне 16 градус шамасында плюс. Сондықтан сонда бір мамыражай күй. Айтпақшы, бұл кампустың бір қызығы, қаншама ескі, қаншама жылдық университет болса да, бизнес модель әлі өзінің даму барысын тоқтатпады. Мұнда күнде жаңа бір ғимараттар салынып жатады, жаңа ғимараттар ашылып жатады. Қазір біздің сол жағымызда мен үшін үлкен орын алатын тағы бір ғимараттар орналасқан. Ал ғимарат әне шеткі жақта тұрған үй. Бұл үйде мен ең алғаш рет осында осы оқыған кезіндегі алғашқы жұмысымды істеген болатынмын. Бұл Joint Educational Project House деп аталынады. Университет өзінің жанында, маңында орналасқан мектептерге көп көмек жасайды.
ұсақ. Бір жағынан қарағанда сондай аса бір жақсы белгіні білдірмейтін сияқты салсақ. Бірақ та бұл Python крест дегенді білдіреді. Себебі біз әрқашан осылай көрсетеміз. Бұл біздің университеттің белгісі іспетті. Қазір біз университетіміздегі негізгі бір орындардың біріне барамыз. Себебі бұл ғимарат күні-түні 24 сағат ашық болады. Ішіндегі Қытайдың, азиаттық азаматтар отырады. Ал жердің аты не деп ойласаңыз, әрине ол кітапхана. Және университетімізде 23 кітапхана бар. Сол кітапханалардың ішіндегі ең ұлысы Олы дегенде күні-түні ашық болғандығына байланысты айтып тұрмын. Сол Ливи деген кітапхана. Қазір біз кітапханаға барамыз. Мұндай сабақ бөлмелері бұл кітапхананың ішінде орналасқан. Осындай бөлмелерді резервке қойып, өзің жеке келіп сабақ оқысаң болады, немесе достарыңмен бірге бір проект жасаған кезде талдауға өте ыңғайлы. Тағы бір университеттің плюс жері, мұнда ноутбуктарды да жалға алуға болады. Олар Mac ноутбуктарын 4 сағатқа ары қарай жұмысыңыз бітпесе, тағы 4 сағатқа ұзартып, барлығы 8 сағатқа өз бетіңізбен осы библиотеканың ішінде қолдансаңыз болады. Бұл бір жағынан жақсы. Бұл негізі кітапханадағы саяхатымыз аяқталды, өйткені бұнда сөйлеуге болмайды, мен сөйлей бергім келеді. Сондықтан бәрін аяқтаймыз да төмен қараймыз. Қазақстан туы бұл жерде міне басқа да туылардың ортасында осылай орналасқан. Біздің университет Америкадағы халықаралық шетелден келген студенттер көп оқитын универлердің бірі болып саналынады. Себебі шетелдік оқушыларға көп көмек көрсетіледі, оларға өте көп адаптацияға жағдай жасалған. Және әрбір шетелден студент келген сайын оларда жаңа ту ілінеді. Меніңше мұнда барлық көп тәуелсіздігі Біріккен Ұлттар мойындаған мемлекеттердің көпшілігін туы бар сияқты. Қазақстан туы қайда кеткен? Орнын ауыстырып тастаған сияқты. Ай, жоқ, таптым. Қазір мен мынаны қалай көрсетем? Міне біздің туымыз. Мен онымен бірге қалай түсерімді білмей тұрмын. Я, міне дәл артында Қазақстанның туы орналасқан. Әдетте біздің университетке жаңа студент келген сайын олар осы тудың жанында суретке түсуге тырысады.
Өйткені алыста жүрген кезде, соншама километрлер Калифорнияға келген кезде Қазақстанның туын алыстан көру ол кімге болсын бақыт сыйлайтын сияқты. Не біздің туымыз. Осылай университетте оқитын барлық шетелдік елдердің туылары сияқты соның қатарында біздің де ту тұр. Бұл кітапханада менімен қызықты оқиғалар байланысқан. Себебі ең алғаш рет UC-ға келген кезде өзіме кітап алуды шешкен болатын. Сөйтіп кітап алу үшін мен осы кітапханаға келдім. Соң бір кезде кітабымды алып таптым да, енді сыртқа қарай шығып, бірінші этажда лифтті бастым, соң шықтым, одан кейін ары бері жүрем, есік жоқ. Сыртқа қарай. Одан кейін emergency exitті басуға қорықтым, себебі қорқынышты. Оны бассам дыбыс шығады ойладым. Егер де түк болмай шыққан кезде мүмкін басармын деп. Содан кейін соның ішінде 1 сағат, 2 сағат жүрдім, бірінші этаж. Еш нәрсе жоқ, еш нәрсе таба алмай. Сыртқа шығатын бір есік жоқ. Содан түсінбедім. Мен шынымен де 1 сағат жүрдім, өйткені ортасында видео түсіріп те үлгердім, жазулар жазып үлгердім. Бір кезде ойладым, осы UC-де оқитын студенттерге жазып көрейін ба деп. Содан кейін жазуға ұялдым, енді келе салып кітапхананың ішінде адасып кету деген қызық қой. Жаңа ғана есіктен кірдім, енді есік жоқ деген, иә. Сөйтіп ары бері жүрдім, бір кезде ойладым, жарайды, онда осындағы бар, лифттағы бар, әрбір этажға шығып, ішінен есікті іздеп көрейін деп. Сосын кейін ары іздеп жүрдім, бір кезде қарасам, бір қызық 4-ші этаж дегенге қарасам, оның ішінде жұлдыз тұр екен. Соң жарайды, жұлдызға басайын деп ойладым. Сөйтіп онда тағы бір жарты сағат жүрсем, сөйтіп сол жерден шыққан болатынмын. Ақырында менің білгенім бойынша тапқаным кітапхананың лифттің 4-ші этаж дегеніміз кітапхананың 1-ші этажы екен. Лифт емес, жаңа кітаптар тұратын сөрелердің 4-ші этажы дегеніміз, ол кітапхананың 1-ші этажы екен. Егер де мен 5-ші этаж кесіріңіздер. Кітаптар тұратын этаждың 5-ші этажына барсам, ол сыртқа шығатын 1-ші этаж дегеніміз ол бір сөз екен. Себебі бұл кітапхана фактически 7-8 этаж жоп саналынады. Сырттан қарасаңыздар, міне 2-3 этаж ғана көрініп тұр. Ал қалған этаждың барлығы жердің астында. Яғни 1-ші этаж дегеніміз ол подвалдың ең төменгі жерінде, жердің астындағы 1-ші этаж. Есіктен шыққандағы бет, дәл алдымызда тұрған ғимарат, ол Bogart аудиториясы. Ол Лос-Анджелестегі ең ескі концерт залдарының бірі болып саналынады. Онда 1200 адамға арналған концерт орны бар. Онда көбінесе аса бір адамдар келген кезде сол жерде сұхбаттар береді, студенттермен кездеседі. Одан кейін бір фильмдардың алдын ала көрсетілімдері болса, сол жерде көрсетеді. Ал негізгі мақсаты ол административтік. Онда универдің президенті және де негізгі басқарушы кеңеске кіретін адамдардың орындары орналасқан.
Ал қазір біздің университеттегі әрбір студенттің, мұғалімнің сүйікті мүсіні. Бұл міне бұл трояндық жауынгер, Трожен деп аталынады. Универдағы әрбір адам өзін осындай трояндық жауынгермін, және де сондықтан мен әрқашан күресе беремін деген сияқты өзіне ұран етіп алады. Осы Трожен жауынгерінің 4 жыңғы барлық жағынан Трожен жауынгері лайық болу керек қасиеттер жазылған. Яғни ол мына жерден қазір сізге көрсетемін. Ол faithful, scholarly, skillful, courageous and ambitious. Яғни ештеңеден қорықпайтын, білімді, қолында барлық қабілет қасиеттері жоғары, батыр және де өте талапты адам болу керек деп. Ал енді келгеніміз бүкіл студенттердің тамақ ішетін негізгі ортасы. Шаршағанда келетін жері бұл тамақ ішетін жер. Қазір бұған кіреміз. Сиқырға толы ғажайып күнде бірге, ол бізбен бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 denге бізде жаңа жыл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 denге бізде жаңа жыл.